Баршаңызға сәлем. Осындай жүп жұмсақ әрі жұқа болып шығатын лаваш қамын қалай дайындалу керектігін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін алдымен ұнымыздың үстіне тұзымызды және осылай қайнап тұрған 1 стакан суымызды салып, шанышқының көмегіменен алдымен араластырып аламыз. Ыстық болғандықтан бірінші қолымызбен емес, осылай шанышқының көмегімен араластырып, орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығамыз. Соңғы бола берген сәтте осылай бір ас қасық күнбағыс майын алып, осылай жақсылап сіңгенше илеп шығамыз. Және жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Жарты сағат өтті, енді кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Менде дәл осы рецептпенен менде шамамен 70-75 граммнан 9 дана шықты. Енді барлығын осылай 5-10 минутқа қайтадан тындырып қоятын боламыз. Уақыт өтті, енді осылай аздап қана ұн сеуіп, жұқа етіп, бір келке етіп жайып шығамыз. Ұнды көп сеппейміз, басында кішкене ғана сеуіп аламыз, сонымен бір келке дөңгелек етіп жайып аламыз. Осылай жүп жұқа болып шықты менде. Мен барлығын осылай жайып алдым алдын ала. Енді қызып тұрған табамызға осылай қамырымызды, жаймамызды салып, көп емес 30 секундтай екі жағын қызартып аламыз. Орташа отта осылай екі жағын қызартып аламыз. Пісуі көп уақыт алмайды, осылай тез-тез шығады. Бетінен осылай шариктер шыққан уақытта осылай лопатканың көмегіменен басып жібереміз, астып бір келке әдемі шығу үшін. Барлығын дайындап алдық, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты. Енді бұның үстінен өз жұмсақтығын жақсы ұстап тұру үшін осылай аздап бетіне су шашып шығамыз. Щетканың көмегімен де жағып шықсаңыздар болады. Мен осылай шашып шықтым. Енді пакеттеп, морозильникке салып, керек уақытта алып қолдана берсеңіздер болады, немесе бірден қолдануға да болады. Өте әдемі шықты, ешқандай сынып кетпейді, жұп-жұқа, қалың емес. Өз қолдарыңызбенен осылай жасап, кез келген дөнер, сигара, бөрек, самса жасап жіберсеңіздер болады. Олай болса баршаңызға іске сәт, сау болыңыздар.